بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлық мақтау мен мадақтар жаратушы иеміз Алла тағалаға болсын. Және барлық салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға болғай. Барлықтарыңыздың мешітке алысты жақынды басып келген әр қадамдарыңызға Аллах тағала сауаптан жазсын. Бүгінгі уағызымызда мына бір хадисті айтып өтсек. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. Абу Хурайрадан Алла одан разы болсын жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқанын келтіреді. Кім осы дүниедегі момын мұсылманның бір қайғы мұңын сейілтетін болса, кетіретін болса, Аллах Тағала оны қиямет күніндегі бір қайғы мұнынан құтқарады, сейілтеді делінеді. Ал енді кім қиналушы бір бауырына жеңілдік жасайтын болса, онда осы дүниедегі, дүние тіршілігінде бір істе жеңілдігін жасайтын болса, Аллах Тағала оған осы дүниеде және ақыреттегі ісін жеңілдетеді дейді. Кім момын мұсылманды айыбын жасыратын болса, онда Алла Тағала оның айыбын осы дүниеде және ақыретте жасырушы. Сондай-ақ қашан момын мұсылман басқа бауырының қажетінде болған сайын Алла Тағала да оған жәрдем береді ондай құлға. Кім білім жолына түсетін болса, Алла Тағала оған жаннатқа апаратын жолды жеңілдетеді. Қандай да бір қауым Алланың үйлерінен болған бір үйде жиналып, Алланың кітабын оқып, бір-біріне дәріс беріп, дәріс үйренетін болса, онда оларға тыныштық келеді, тыныштық орнайды. Сондай-ақ Алланың мейірімі оларды баурап алады. Және періштелер өз қанаттарымен оларды қоршайды. Алла Тағала ондай қауымды, Алланы еске алушы, кітапты оқушы, бір-біріне дәріс үйретіп, дәріс берушілерді өзінің құзырында еске алады. Ал кім істеген амалында әлсіздік танытатын болса, аз жасайтын болса, кем жасайтын болса, онда оның туыстық бауырлары да немесе оның ата бабасының тектілігі де оған жәрдемдесуге асықпайды дейді. Бұл Муслим сахихында риуаят етілген хадис. Расында Алла Тағала құлдардың арасынан рахымды болғандарға рахымдылық көрсетеді. Момын мұсылман әр уақытта басқа мұсылман бауырына мейірімділік таныту керек. Қашан егер бауырыңыздың танитын болсын, танымайтын болсын бір мұсылман бауырыңыздың қайғы мұңға түскенін байқайтын болсаңыздар, онда қолыңыздан келгенше оның қайғы мұңын сейілтуге әрекет ету керек. Іс әрекетпен болса да көмектесу керек.
Егер қолыңызбен көмектесе алмасаңыз, онда жақсы жылы сөздермен оны қуаттап, оған жәрдемдесіңіз. Егер сөзбен көмектесе алмасаңыз да, онда ол бауырыңызға жүрегіңізбен жақсылықты тілеңіз. Ол үшін Алладан дұға жасап, Алладан ол үшін жақсылықты сұраңыз. Міне сонда сіз мейірімді мұсылмандардан боласыз. Сонда сіз бауырының қайғы мұңын сейілтушіден боласыздар. Расында момын мұсылмандар ол бір дене тәрізді ғой. Сол дененің бір жері ауыратын болса, қалған дене мүшелерінің барлығы ағзалары сол ауырып жатқан денесімен бірге ұйқысы кетіп, ұйқысы қашып, сондай бір сол денемен мазасызданады екен ауырып жатқан бөлігімен. Сондай момын мұсылман ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келеді. Алла тағала кімде-кім осы дүниедегі бір адамдарды қандайда бір іс-әрекетімен, сөзімен, немесе ниетімен бір азаптауға себепкер болатын болса, онда Аллах тағала оны азаптаушы. Яғни момын мұсылман еш уақытта басқа біреуді азаптамау керек. Керісінше азаптамау жолын жасау керек, оның алдын алу керек, жәрдемдесу керек, қол ұшын созып көмектесу керек. Абу Хурайрадан жеткен мына бір хадисте келесі бір оқиға баян етіледі. Бұл сахих хадис. Кезінде бір саудагер болды дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір саудагер болды. Ол адамдарға тауарларын сатқан кезінде қарызға алуға мүмкіндік беретін еді. Ал егер ол көретін болса, оның қарызын қайтаруға мүмкіндігі болмай қиналып жатқан болса, оған уақытын шегеріп жеңілдік жасайтын еді. Ал тіпті ол қайтаруға мүмкіндігі болмай қиын жағдайда болатын болса, онда ол одан сол қарызды кешіре салатын еді. Тіпті балаларына өсиет ететін. Әлгі қарызға бізден алған кісінің қарызын кешіре салыңдар. Бәлкім Алла тағала да бізді кешіреді деп айтады екен ол саудагер. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, тура сол кісіні Аллах тағала кешірді дейді. Міне қадірлі жамағат, жаңа хадисте айтылғандай, қиын жағдайға түскен, ауыр халде болған бір қарызға батқан кісінің қарызын жеңілдетіп, яғни уақытын шегеріп, қайтаруға мүмкіндікті создырып, солай жеңілдік жасауымыз керек. Ал тіптен оны көзіміз жетіп жатса қайтаруға мүмкіндігі болмай жатқан, онда Алла үшін, бір Аллах тағаланың ризалығы үшін, одан сол қарызын егер кешірсеңіз, Аллах тағала әлбетте оның қайтарымын сізге береді. Мейлі ол бұл дүниеде сіз көріп өтпесеңіз де, ақиретте оның еншісін Аллах тағала сізге көрсетеді. Хадисте айтылады, кімді егер қиямет күнінде Аллах тағала қиямет күнінің бір қайғы мұңнан құтқаратыны қуантатын болса, онда ол қиындыққа түскен бауырына жеңілдік жасасын, немесе тіпті одан кешіре салсын дейді. Ол Муслим хадистер сахихінде келеді. Және ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтатын еді: кімде-кім қарызға батқан кісінің қарызын қайтаруына жеңілдік жасап, уақытын шегеретін болса, тіпті оны кешіре салатын болса, онда ешқандай көлеңке болмаған күнінде Аллах тағала оны өзінің көлеңкесіне саялатады, көлеңкелетеді дейді. Яғни ол қиямет күніндегі жағдайды айтылып жатыр бұл жерде. Яғни қиямет күнінде өздеріңіз білесіздер, жағдай ол жерде өте қиын болады. Әрқайсымыз сұраққа тартыламыз. Осы дүниедегі істеген ісімізге, жасаған амалдарымызға, баршасына Алланың алдында әлбетте сұраққа тартыламыз. Сол кезде жетпей жатқан сауаптарымыз, сол кезде жетпей жатқан біздің ізгі істерімізді Аллах тағала жасаған осындай бір ізгі істерімізден алып толтырады. Яғни өзінің ешқандай көлеңкесі жоқ кезінде Аллах тағала оны дайындап қойған өзінің көлеңкесіне саялатады делінеді.
Құрметті жамаат, Ибн Аббастан жеткен хадисте былай делінеді: кімде-кім момын мұсылман бауырының әуретін жасыратын болса, Аллах Тағала оны қияметтегі әуретін жасырады. Осы жерде аура деген сөзі, әурет, оны екі мағынада түсінуге болады араб тілінде. Әурет дегеніміз ол күнделікті біздің әурет жерлеріміз, ер адам, әйел азаматы. Бірақ дегенмен де әуреттің екінші де мағынасы бар. Яғни адам баласының айыбы, жасап қойған кемшіліктері, ағаттықтары, ол мейлі біліп істеп қойсын, немесе білмей істеп қойсын, сол айыптарды мұсылман бауыр басқа мұсылман бауырынан жасыра білуі тиіс. Мұсылман адам бауырына тілеуші болу керек, көмекші, жәрдемші болу керек. Егер шынында да сол бауырынан кемшілікті, айыпты байқаған болса, ол шынымен де соған жанашырлық танытса, онда ол бауырына бөлек шығарып алып, бөлек жеке қалып, ескертіп айту тиіс, қай жерінде қандай қателік, кемшілік жасап қойғанын жайында. Және ол сол екеуінің арасында қалу тиіс, ол кемшілігі, ол айыптар. Яғни басқаға жайып, басқаға келтіріп, басқан арасында масқара қылудан сақтану керек. Сөйтіп бұл жерде хадистің жалғасында, ал енді кімде-кім бауырының айыптарын ашып жаятын болса, Аллах Тағала да оның әуретін ашып жаяды. Сөйтіп, оның барлығын айыбы басқа бауырлары да, басқа осы дүниеде болсын, немесе ақиретте де оның айыбы ашық болады. Аллах Тағала әлбетте қайсы бір момын мұсылманның қателіктерін, кемшіліктерін жасырушы. Алла Тағала айтады: мен құлымның істеп қойған қателік, күнәларын, кемшіліктерін жасырамын, қашан ол өзі соны жария етпейінше. Момын мұсылман күндіз күнә жасап қойып, кейін кешкісін егер мақтанатын болса басқа біреуге, немесе жария етіп айтатын болса, мен күндіз осындай бір күнә жасап қойған едім десе, бітті. Аллах Тағаланың жасырып қойған нәрсесі белгілі болды, баян болды, барлығы білетін болды. Міне адам өзі айтып қойды өзінің қателігін, өзінің кемшілігін. Және Аллах Тағала айтады, жаңағы қате кемшілігін жасырамын, егер өзі соны білдіртіп айтып қоймайынша. Қашан момын мұсылман кейде не істейді? Түнде егер қателік, күнә жасап қойса, күндіз таңертеңгісімен басқа бауырларына сол істеген кемшіліктерін айтып жатады. Сөйтіп ол өз айыбын өзі жария етеді. Расында Аллах Тағала әр кезде момын мұсылманның басқа момын мұсылман бауырына жәрдемдескенін ескеріп, Аллах Тағаланы ондай құлын да әртүрлі қиындықтан, әртүрлі жамандықтардан алып шығады. Өйткені Ибн Умардан жеткен хадисте: "Уаман кана фи хаджати ахихи, кана Аллаху фи хаджатихи" делінеді. Қашан момын мұсылман басқа біреуінің қажетін өтейтін болса, Алла Тағала да оның қажетін өтеуші. Және Абу Дардадан жеткен хадисте, сахих хадисте былай делінеді: білім жолына түсетін болса, бұл жердегі білім жолды екі мағынада түсінуімізге болады. Ол кәдімгідей оқу, білім алатын жерге жолды жасау. Мектепке жол, медресеге жол, білім ордаларына, білім алатын жерге жол төсеп, жол жасайтын болсаңыз, оны да түсінуге болады, жол жасайтын болса. Және оның ауыспалы мағынасы бар. Қашан егер ол білім жолына түсетін болса, сол білімді үйренуге, білімді оқуға, жаттауға, және оны басқаға жеткізуге, басқаға үйретуге, міне сондай бір жолға түсетін болса, онда Аллах Тағала әлбетте ондай құлын, ондай жолға түскен пендесін Аллах Тағала жаннатқа апаратын жолында жеңілдетеді. Мысыр елінде мынадай бір оқиға болған екен. 55 жастағы бір кісі болған, оның денсаулығы сәл нашарлау болған, денсаулығы әлсіз. Бірақ соған қарамастан, және 55 жасқа жеткеніне қарамастан, ол Ал-Азхар университетіне түсуді өзіне мақсат тұтады. Сол университетке түсу үшін ол кәдімгідей білім жолына түсіп, кішкентай медреседен бастап, оқып, біліп, танып,
сөйтіп Аль-Азхар университетін 96 жасында сабақ беріп жатқан үлкен бір шейх дәрежесіне жетеді екен. Яғни ол өзінің жасына қарамастан да, өзінің мүмкіншілік денсаулығына қарамастан өзіне шешім қабылдады, өзіне мақсат тұтты, білім жолына түсуді, білім үйренуді және соны басқаға жеткізуді. Сөйтіп ол Мысыр ғалымдары арасында, тіпті әлемдегі жаңағы Аль-Азхар университетінен хабары бар ғалымдары арасында танымал шейхтердің қатарына кірген екен осы ғалым кісі. Міне, жаннатқа жолды жеңілдетеді деген, ол білім жолы жеңілдейді деген сөз. Яғни сіз білімді алған сайын, білім жолына түскен сайын, соған өзіңізге бел буып, шешім қабылдасаңыз, Аллах Тағала сізге жеңілдетіп береді. Аллах Тағала Құран кәрімде не дейді? Кімде-кім түзу жолды қаласа, сол жолмен жүргісі келсе, мен оған сол жолды жеңілдетіп берем дейді Аллах Тағала Құран кәрімде. Расында да солай. Қандай да бір өзіңізде байқайсыздар, бауырларымыздың арасында кейбірі жаттай алмайым, үйрен алмайым, шамам жетпейді деп өзін кедергі тосқауыл қойып өз-өзіне жолды жауып тастайды айтқан сөзімен. Ой, мен жаттай алмайым, миымға кірмейді, менің шамам жетпейді, ол қиын деп ашпай жатып, көрмей жатып, мұғалім сәниді ашпай жатып, көрмей жатып, мен әріптерді танымайым, білмеймін деп бірден өзіне жолды жауып тастайды. Ал егер қайсы бір мұсылман бауыр, жоқ, мен үйренем, мен білем, мен түсінгім келеді, мен оқығым келеді, мен үйренгім келеді деп өзіне мақсат тұтып, соны өзін тәрбиелесе, сол жолға өзін міндет тұтса, Аллах Тағала әлбетте ондай құлына, ондай білім жолына түскен құлына жеңілдікті беретіні әлбетте ақиқат. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің дұғаларында үнемі айтып отыратын бір дұғалардың бірі еді. Аллахума инни аузу бика мин илмин ла янфа деген. Аллах Тағала, расында мен сенен пана тілеймін, пайда келтірмейтін білімнен, пайда келтірмейтін ілімнен деген. Сонда сахабалар сұрайды: "Уа Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, пайда келтірмейтін білім бар ма?" деген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: "Я, ондай білім де бар" дейді. Оны біз әрине бүгінгі таңда көріп жатырмыз. Ол әртүрлі жаңағы мысалға бір-бірін қару-жарақпен өлтіретін, он бір ілім ғой ол да. Техниканы үйреніп алды, бір-бірін өлтіріп жатыр, бір-біріне неше түрлі қиянат жасап жатыр. Қазіргі заманауи қылмыстың түрі, ол көп көтеріліп жатқан мәселе кибератака делінеді. Яғни ол қару алмайды, қолына қару көтермейді, бірақ не істейді? Жаңағы интернет желісімен әртүрлі атака жасайды, шабуыл жасайды. Осы біліммен үйренілді ғой, үйренілді. Бірақ ол пайдасы тиетін білім ба? Жоқ, пайдасы тимейді. Ол керісінше қоғамға, ол керісінше адамзатқа қауіп төндіреді, адамдарға кері әсерін тигізеді. Міне осы нәрсені айтып өтуімізге болады. Құрметті жамағат, Анас ибн Маликтен Ахмад риуаят етеді хадисті. Мынау жерде бізде ғалымдар бар, біз білім үйренетін, білім алатын ғалымдар бар. Бірақ сол ғалымдар, олар аспандағы жұлдыздар тәрізді. Қай бір жұлдызға егер еретін болсан, ол жұлдызбен сіз өзіңіздің жолыңызды тауып аласыз, хадисте айтылады. Яғни кезінде сағат деген нәрсе болмады, компас деген нәрсенің бұрынғы заманда болмады. Олар не істеді? Аспанға қарап, күнге қарап, айға қарап, жұлдызға қарап, өздерінің бағыт бағдарларын есептейтін еді. Яғни сол көмеші құрал ретінде жәрдемдесетін еді адамдарға. Сол сияқты ғалымдар да адамзатқа, момын мұсылмандарға сондай жәрдемші, жолды, бағытты көрсетіп отыратын. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, қалай адасып кетпеуге болады, қалай дұрыс жолда жүру керек, міне сол компасымыз, міне сол бағыт бағдарымызды көрсетіп нұсқаушы, ол әрине біздің үлкен ғұлама ғалымдарымыз. Уақыт сырғып өтіп жатыр. Сол уақытпен бірге бәріміз ақыр заманға да таяп келе жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан сұрайтын еді, ақыр заман қашан болады деген кезінде екі саусағын көтеріп, екі саусағын арасын көрсеткен еді. Яғни кішкене ғана қалды, азғантай уақыт қалды деп сол кезде айтылады. Ал қазіргі біздің сәтіміз, біз тіпті сол ақыр заманға
жақындай түстік. Сол кезде тағы бір сол ақырзаман жақындауын белгілерінің бірі білім алынады дейді адамдардан. Және ол білімнің алынуы ол адамдардың арасынан ғалым ғұламалардың кетуімен болады екен. Ғалым ғұламалар, үлкен ұстаздар қашан дүниеден өтіп кеткен болса, Аллах та оларды алып кетсе, бітті демек біздің арамызда ғылым да білім де қалмады деген сөз. Сондықтан сол білімді, ғылымды үйреніп, қай жерде бір ғалымды, ұстазды байқап қалсап, соған жармасып, үйреніп, талпынып, білім жолын қуғанымыз өзімізге аса қажетті нәрсе. Өйткені Бұхариде келген хадисте «Хайрукум ман таалламал Құр'ана ва алламаху» делінеді. Сендердің араларында сондай жақсыларын, ең қайырлыларын ол Құранды үйреніп және басқаға үйреткендерін. Және білім үйрену деген кезінде біз кейде көбінесе шатасып жатамыз. Біздің айтылып жатқан уағыздарымыз, уағыз насихаттарымыз, әрине ол да білім, бірақ ол толық, кәміл білімнің орнын толтыра алмайды. Уағыз насихат ол уақытша бір демеу, тіреу, адамға бір демеушілік беретін, серпін беретін уағыз насихат. Ал ары қарай адам өз-өзін дамытып, ары қарай дін жолында жүріп, діни мәселелерді түсініп, ажырата білуі ол білім жолымен келеді екен, біліммен келеді. Сондықтан мынау кейде бұрынғы заманда, бұрынғы уақыттарда шәкірттер ұстаздардың артынан жүгіріп жүретін еді. Ұстаздарын күтіп, қай жерде ұстаз бар, үйіне барып күтіп, сабақ алып қалсам екен, үйреніп қалсам екен деп. Бірақ қазіргі уақытта байқайтынымыз үлкен ұстаздар, үлкен ғалымдар мысалға дәрістеріне шақырып жатады керісінше. Келіңдер сабақ берейін, келіңдер үйретейін деп үлкен ұстаздарымыздан біз байқап жатамыз. Ал бірақ олай болмау керек. Момын мұсылман ол өзі жүгіріп соны сұрау керек, талпыну керек, бару керек, үйрену керек. Міне осындай нәрсені біз кішкене ажырата алмай жүрміз. Қамар сүресінде Аллах Тағала былай дейді: Астағфируллах, ва лақад яссарнал Құр'ана лиззикри фахал мин муддакир. Садақаллахул азим. Расында біз Құран кәрімді үгіт үшін, немесе оқу үшін, үйрену үшін біз оны жеңілдеттік. Енді содан кейін түсінушілер бар ма екен деп Аллах Тағала айтады. Яғни Аллах Тағала Құранды үйренуді, білімді үйренуді, ғылым жолында жүруді жеңілдетіп қойған. Тек момын мұсылманнан амал қажет. Момын мұсылманнан соған қайсарлығы қажет. Болды, мен енді осы білім жолына түсемін, білімді үйренемін, сол жолда боламын деген адам баласының, мұсылман өзінің жеке басының шешімі қажет болады бұл жағдайда. Сондай-ақ кімде кім білген нәрсесіне амал ететін болса, мынадай бір сөз бар екен ғалымдардың арасында. Кімде кім білген нәрсесіне амал ететін болса, расында Аллах Тағала оған білмейтін нәрсесіне үйренуге нәсіп етеді. Ол білім алды, сол алған нәрсесіне амал етіп жүрсе, Аллах Тағала одан да басқа білмейтін нәрсені, үйренбеген нәрсені білуге нәсіп етеді екен Аллах Тағала. Құрметті жамағат, мына жерде мынадай бір сөздерді айтып өтейік. Абдулла ибн Амрден, Алла одан разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламнан жаңа айтып өткеніміздей, Аллах Тағала ғалымдарды алып кетеді дедік қой. Сөйтіп ғалымдардың кетуімен адам арасында білім қалмайды екен. Білім адамның жүрегінде болады. Бірінші түрі. Адамның жүрегіндегі білім деген не? Ол Аллах Тағаланың ұлықтығын білу, оның есімдерін, оның сипаттарын, барлықтарын біліп, соны ұғынып, терең түсініп, соған амал еткен. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін біліп, түсініп, оған амал ету. Және де тілдегі болатын білім болады. Ол тілімізбен оқитын Құранымыз, тілімізбен айтатын уағызымыз, тілімізбен беретін дәрістеріміз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі Құран оқушы еді. Және ол өзі Құран оқуды жақсы көретін, және оған Құран оқып беріп тұрғанды да жақсы көретін еді. Ол Ибн Мас'уд өзіне Құран оқып отыруын
бұйыратын еді. Инни ухиббу ан асмауху мин гайри деп Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтатын еді. Яғни мен Құранды өзім оқып, және оны басқадан да тыңдап отыруды жақсы көрем деп айтатын еді. Ибн Аббастан былай деп сұрайды: амалдың абзалы, амалдың артылығы не деп сұрайды. Ол айтады, Ибн Аббас: Алланы еске алу. Және кім Алланың үйлерінде болған бір үйде, мешітте отырып, жиында болып, Алланы еске алып, Құран үйреніп, бір-біріне Құран оқып үйрететін болса, және міне соларды періштелер өздерінің қанаттарымен қоршап алады, және міне солар Алланың қонақтары дейді. Яғни Алланы еске алып, Алланы зікір етушілер. Енді мына бір Абу Хурайрадан жеткен мына хадисті айтып өтейік. Алла Тағаланың құзырында сондай бір періштелер бар. Аллах Тағала ол періштелерді жер бетіне жібереді екен. Жер бетіне жібереді, олар періштелер жерден көшелерді аралап жүреді, қай жерде Алланы еске алып жатқан бір жиын қауым бар ма екен деп. Сол сәтте қайсы бір Алланы еске алып отырған, сол Алла үшін жиналып отқан бір жиынға барады да періштелер, сөйтіп соны көреді. Сол туралы Аллаға хабар жеткізеді. Сөйтіп Аллах Тағала періштелерден былай деп сұрайды, және сұрамас бұрын Аллах Тағала оның жауабын алдын ала біледі. Аллах Тағала былай дейді: мынау менің құлдарым не істеп жатыр дейді. Олар айтады: олар сені мақтап, мадақтап жатыр, сені еске алып жатыр, сен туралы айтып жатыр деп айтады екен. Сонда Аллах Тағала періштелерге айтады: олар мені көрді ме екен дейді. Періштелер айтады: уаллахи, олар сені көрген жоқ. Аллах Тағала айтады: егер олар мені көрсе не істер еді дейді. Сонда періштелер айтады: олар сенің құлдарың егер сені көргенде еді, олар одан сайын сені мақтап, мадақтап, одан сайын саған тасбихтарды көбейтіп, саған құлшылық ғибадаттарын арттыратын еді дейді. Сөйтіп Аллах Тағала тағы да сұрайды: олар не нәрсені менен сұрап жатыр дейді. Періштелер айтады: олар сенен жаннатты сұрап жатыр, жаннатқа кіргізуінді сұрайды. Сонда Аллах Тағала айтады: олар жаннатты көрді ме? Періштелер айтады: жоқ, уаллахи, олар жаннатты көрген жоқ. Ал егер олар жаннатты көргенде не істер еді деп Аллах Тағала сұрайды. Періштелер айтады: олар егер жаннатты көргенде, олар жаннатқа одан бетер талпынар еді, жаннатқа апаратын жолмен, жаннатқа апаратын амалдармен одан бетер көбірек айналысатын еді дейді. Аллах Тағала тағы да сұрайды: олар менен не нәрседен құтылуды сұрайды, не нәрседен сақтануды сұрайды деп сұрайды. Сол кезде періштелер айтады: олар тозақ отынан құтқаруды сенен сұрайды. Ал олар тозақ отын көрді ме деп періштелерін сұрайды. Ал періштелер: уаллахи, олар тозақ отын көрген жоқ. Ал егер олар тозақты көргенде не істер еді дейді. Періштелер айтады: егер олар тозақты көргенде, онда олар тозақтан одан бетер көбірек қорқатын еді, одан бетер олар тозақтан қашатын еді, бүкіл амалдармен, бүкіл жантандарымен сол тозақ отынан қашатын еді дейді. Сол кезде Аллах Тағала былай дейді періштелерге: сендерді осы жерде құзырымда болған періштелер, мен сендерді куәгер етемін, мен сол жиналған қауымның барлығын кешірем дейді. Күнәларын баршасын кешірем жиналған қауымнан. Сол кезде періштелер айтады, періштелердің арасынан бір періште айтады: мынау жиналған қауымның арасында бір кісі отыр, ол осындай айтылған нәрсесін ешқайсымен айналысып жатқан жоқ, жай бірге қатысып отыр дейді. Сонда Аллах Тағала айтады: оны да бірге кешірем, ол ана жамағатпен, көпшілікпен бірге бір жиында отырған үшін барлықтарында күнәсін кешірем деп сахих хадисте баян етілінеді. Құрметті жамағат, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Муауия, Алла одан разы болсын, жеткізеді. Бір күні Алла елшісі сахабаларына қарай шығып, жиналған сахабаларға сөйтіп айтады: сендер бұл жерде не нәрсемен отырсыңдар, немен айналысып жатырсыңдар дейді. Сөйінде олар, сахабалар айтады: біз Алланы еске алып жатыр, оны мақтап, мадақтап жатырмыз, және осы ислам дініне тура жолға салған үшін Аллаға мақтау айтып жатырмыз дейді. Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам
Алланың атымен сендерді осы нәрседен басқа еш нәрсе отырғызып жатқан жоқ па, яғни осы нәрсе үшін барлықтарын бас қосып жатырсыңдар ма деген кезінде, Алланың атымен біз тек осы мақсатпен отырмыз деп жауап береді сахабалар. Сонда мен, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады, расында Жәбірейіл періште маған келіп, маған хабар береді. Аллах Тағала осы сендердің жиналған жиынымен періштелердің құзырында мақтанып жатыр деп, сендермен деп Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтады екен сахих хадисте. Расында періштелер сондай бір жиналған Алланы еске алушы қауымды, Алланы еске алушы бір мәжіліске періштелер келеді, оларға тыныштық түседі, және де Аллах Тағала өзінің құзырында оларды еске алады делінген. Абу Хурайрадан жеткен хадисте былай делінеді: Аллах Тағала былай деді: менің құлым мен туралы қалай ойласа, мен сондай боламын. Егер ол өз құзырында, өз ішінде еске алатын болса, онда мен де солай оны еске алам. Ал енді ол көпшілік арасында мені еске алатын болса, онда мен одан да хайырлы, одан да жақсы көпшіліктің алдында, құзырында мен оны еске алам дейді Аллах Тағала. Яғни Аллах Тағала періштелердің алдында сондай құлдарымен мақтан етеді, мақтайды. Ол сондай құлдарын, мына құлдарым мені еске алып жатыр, маған құлшылық ғибадат жасап жатыр деп. Және хадистің соңында, мынау басында айтып өткен хадистің соңында, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ делінеді. Кімде-кім өзінің істеген амалында бір аздық танытса, әлсіздік істейтін болса, онда оған оның атағы, оның насабы, оның тектілігі оған көмектесуге асықпайды дейді. Құран кәрімде Ан'ам сүресінде وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا садақаллаху азим, әркімнің істеген амалына қарай дәрежесі берілінеді дейді. Кімде-кім көбірек амал істеп, көбірек құлшылық ғибадатпен амал істейтін болса, онда оның дәрежесі бөлек болады. Өздеріңіз білесіздер, Құранда айтқандай, кімде-кім бір шаңның тозағындай жақсылық істесе, кішкентай бір түйір бір жақсылық жасайтын болса, оның есесін көреді. Және тура солай кімде-кім шаңның тозағындай кішкентай бір түйір жамандық жасайтын болса, оның да есесін Аллах Тағала көрсетеді ақыретте. Сондықтан қадірлі жамағат, жаңа хадисімізде айтылғандай, бір-бірімізге жәрдем беруші, бір-бірімізге көмектесуші, бір-біріміздің айыбымыздың жасырушы мұсылмандардан қатарынан болуымызды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Және Алланы еске алып, Алланы мақтап, мадақтап, Алланың жолына апаратын, жәннатқа апаратын білім жолына түсіп, білім үйреніп, ғылым үйреніп, сол білімімізбен сусындануымызды Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін, күнә қателіктерімізді кешірсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля саййидина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма нас'алука илман нафи'ан ва ризқан таййибан ва амалан мутақаббалан би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Алла разы болсын.